Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып математика пәні 25 сабақ. Санды бірнеше бірлікке арттыруға және кемітуге берілген есептер тақырыбын орындайтын боламыз. Балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. Тапсырманы орында. Кестеде берілген сандарды 3-ке арттыр және 8-ге кеміту қажет. Яғни 7-ге 3-ті қосамыз, 15-ге 3-ті қосамыз, 26-ға 3-ті қосамыз және 45-ге 3-ті қосып жазатын боламыз. 7-ге 3-ті қоссақ 10, 15-ге 3-ті қоссақ 18, 26-ға 3-ті қоссақ 29, 45-ге 3-ті қоссақ 48. 78-ден 8-ді азайтсақ 70, 8-ден 8-ді азайтсақ 0, 24-ден 8-ді азайтсақ 16, 36-дан 8-ді азайтсақ 28. Екінші тапсырма есептерді шығар. Менде 12 бетбелгі, ал досымда менен екеуі кем бетбелгі бар. Досымда неше бетбелгі бар дейді. Балар, мендегі бетбелгі саны 12, ал досымда менікінен екеуі кем екен. Осы есепті шығарайық. Қысқаша жазбасы: менде 12 бетбелгі, досымда белгісіз, менікінен екеуі кем. Шешуі: ол үшін 12-ден 2-ні азайтамыз, тең 10. Жауабы: досымда 10 бетбелгі бар. Досымда 10 бетбелгі, ал менде одан екеуі артық бетбелгі бар. Менде неше бетбелгі бар дейді. Балар, досымда 10 бетбелгі, ал ода екеуі артық. Қысқаша жазбасы: досымда 10 бетбелгі, менде белгісіз, досымдыкінен екеуі артық. Шешуі: ол үшін 10-ға 2-ні қосамыз, яғни 10-ды 2-ге арттырамыз, тең 12. Жауабы: менде 12 бетбелгі бар. Үшінші тапсырма: есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз. Әсет 37 жолды дәптер және одан аға артық торкөз дәптер сатып алды. Әсет неше торкөз дәптер сатып алды? Қысқаша жазбасы: жолды дәптер 37, ал торкөз дәптер белгісіз, жолды дәптерден аға артық. Шешуі: ол үшін 37-ні аға арттырамыз. Демек 37 қосу а деп жазсақ болады. Ал енді осы есепке кері есеп құрастырайық. Жолды дәптер 37, торкөз дәптер 37 қосылған а. Барлығын анықтауымыз керек. Шешуі: 37 қосылған жақша ішінде 37 қосу а. Яғни жолды дәптер мен торкөз дәптерді бір-біріне қосамыз. Төртінші тапсырма: есепті шығар. Әсеттің 2 торкөз дәптері бар, ал жолды дәптерлерінің одан 16-сы артық. Әсетте неше жолды дәптер бар? Балар, сызбаға қараймыз. Сызбада Әсеттің 29 торкөз дәптері бар, ал одан 16-сы артық жолды дәптері бар. Әсеттің қанша жолды дәптері бар екен анықтауымыз қажет екен. Қысқаша жазбасы: торкөз дәптер 29, жолды дәптер белгісіз, одан 16-сы артық. Демек, торкөз дәптерді 16-ға арттырамыз. Шешуі: 29 қосу 16. Балар, 20-ға 10-ды қоссақ 30, 9-ға 6-ны қоссақ 15, 30-ға 15-ті қоссақ 45. Жауабы: Әсетте 45 жолды дәптер бар. Бесінші тапсырма: есепті шығар. Әсеттің 45 жолды дәптері бар, ал торкөз дәптерлерінің одан 16-сы кем. Әсеттің неше торкөз дәптері бар дейді. Балар, қысқаша жазбасы: жолды дәптер 45, торкөз дәптер белгісіз, одан 16-сы кем. Шешуі: демек 45-ті 16-ға кемітеміз. 45 азайту 16. Балар, 30-дан 10-ды алсақ 20 қалады, 15-тен 6-ны алсақ 9 қалады. 20-ға 9 қоссақ 29. Жауабы: Әсеттің 29 торкөз дәптері бар. Алтыншы тапсырма: есептің сызбасын сал және оны шығар. Әйгерімнің түрлі түсті 34 қарындашы және одан 18-і кем қаламы бар. Әйгерімнің неше қаламы бар дейді. Балар, бірінші сызбасын салайық. Әйгерімнің 34 қарындашы бар, ал одан 18-і кем, бізде қаламы бар екен. Ал енді қаламның санын анықтауымыз керек. Қысқаша жазбасы: қарындаш 34, қаламы белгісіз, қарындаштан 18-і кем. Шешуі: 34 азайту 18. Балар, 30-ды 20 қосылған 14, 18-ді 10 қосылған 8 деп алсақ болады. 20-дан 10-ды алсақ 10, 14-тен 8 алсақ 6. 10-ға 6-ны қоссақ 16. Жауабы: Әйгерімнің 16 қаламы бар. Жетінші тапсырма: кел ойнайық. Өрнектердің мәнін тауып, әр баланың оқу құралын анықта. Мұнда берілген өрнектердің мәнін табайық. 25 қосу 30. 20-ға 30-ды қоссақ 50, 50-ге 5-ті қоссақ 55. 55-ге тиісті. Бұл бізде желім. Келесі 27 қосылған 40. 20-ға 40-ті қоссақ 60, 60-ға 7-ні қоссақ 67. Ол бізде сурет дәптер. 84 азайту 50. Балар, 10-тан 10-ды азайтамыз, яғни 80-нен 50-ді азайтсақ 30, оған 4-ті қоссақ 34. Бұл бізде сызғыш. 60-тан 30-ды азайтсақ 30, бұл бізде дәптер. 18 қосылған 8, 8-ге 8-ді қоссақ 16, 10-ға 16-ны қоссақ 26. Бұл бізде сөмке. Келесі 25 қосылған 7. 5-ке 7-ні қоссақ 12, 20-ға 12-ні қоссақ 32, бұл пенал. Ал енді әр балаға тиісті
оқу құралдарын анықтайық. Яғни ұл баланікі 26, 34, 67, ал қызға 30, 55, 32 сандарына тиісті оқу құралдары қойылған екен. Демек ұл балада сөмке, сызғыш, сурет дәптер, ал қыз балада дәптер, желім, пенал тиісті екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.